Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай брокколи мен цветная капустадан таңғы асқа оладьи жасаймыз. Егер балдарыңыз брокколи жемесе, осылай жасап берсеңіздер болады. Видеоны қарамас бұрын алдымен каналыма тіркеліп, қолдап кет. Алдымен цветная капустамызды осылай мен 10 минутқа қайнатып алам. Одан кейін брокколимді салып, қайнаған суға бір 2 минут, 1 минуттай салып аламын. Одан кейін екеуін сразу мұздай суға салып аламыз. Піскен цветная капуста мен брокколимізді блендерге салып езіп аламыз. Блендерден өткізіп болып екеуін ыдысымызға саламыз. Үстіне тұзымызды, ұнымызды, нутовый ұн, менде бұл жерде, егер нутовый ұн болмаса, кәдімгі ұн салсаңыздар болады. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз сұйықта болған жақсы, сұйық болса, оладьйіміз жұмсақ болып шығады. Ал егер қою болып қалса, қаттылау болып шығады. Қызып тұрған табамызға майымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Таңғы асқа бұл өте пайдалы тағам. Егер балдарыңыз брокколи жемесе, цветная капуста жемейтін болса, осылай жасырын түрінде жасап беруге болады. Оладьиларымыз дайын. Осылай екі жағы қызарып, тез піседі, әдемі болып шығады. Баяу отта пісіру керек. Екінші салмасын пісіріп аламыз. Бұл оладьйді жасауға негізі көп уақытта кетпейді. Таңғы асқа, түскі асқа жасауға өте ыңғайлы әрі пайдалы тағам. Толықтай барлығы пісіп шықты. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.